Сәлем достар, бұл JavaScript курсының екінші сабағы. Бүгінгі біз сабақта айнымалылар туралы үйренеміз. Жалпы айнымалыны үйренбестен бұрын мен разработчик көмекші құралын көрсетіп кетейін. Біздің алдыңғы сабақта жасаған парақшамызды ашайық. Міне index.html деген. Екі рет басып мен Opera браузермен ашамын оны. Алдыңғы жазып кеткен сәлем әлем дегеніміз бар міне. Енді осы жерде сізде егер Windows болса Ctrl-Shift-I басасыз, ал macOS болса CMD Option-I басасыз. Содан кейін сізде осындай разработчик көмекші құралы пайда болады. Байқасаңыздар, бұларда бірнеше вкладкалар бар: Elements, Console, Source, Network, тағы да басқа сол сияқтылары. Осы курсымызда ең көп қолданылатыны консоль болады. Біз жасаған жұмыстарымызды тексеру үшін осы консоль арқылы тексере беретін боламыз. Енді айнымалылар түсіндіріп кетпестен бұрын мен index.html-ды редактормен ашайын. Алдыңғы сабақта міне біз сәлем әлем деп жазғанбыз. Бұны өшіріп тастайық. Жалпы айнымалы деп отқанымыз не ол? Айнымалы дегеніміз белгілі бір ақпаратты компьютердің жедел жадына сақтау. Оны былай елестетсеңіздер болады. Айнымалы деп отқанымыз ол бір сандық. Сол сандыққа біз кез келген мысалға зат саламыз. Мысалға біздің затымыз алма болсын. Сол алманы ішіне апарып салып қоямыз. Осы тұрғанда біздің айнымалымызда бір зат бар. Ол программа жүзінде қалай көрсетіледі? JavaScript-те жалпы айнымалыны жариялау үшін var деп жазады. Сосын айнымалының атын жазады. Біздің мысалда box болсын. Box деп отқанымыз сандық, жәшік, коробка дей берейік. Соның ішіне апарып салу үшін тең болады. Тырнақшаларды саламыз. Алмұрт дейік. Міне, осы тұрғанда біз box айнымалысына алмұртты ішіне апарып салдық. Осылайша айнымалылар кез келген мәліметті ала алады. Мысалы біз алмұрттың орнына 1 деп жазсақ, ол 1 деген санды қабылдай береді. Кез келген айнымалы жедел жадтан орын алады. Мысалға біз үлкендеу ақпарат сақтайтын болсақ, неғұрлым, онда ол соғұрлым жедел жадта орын алады. Өте көп ақпарат дей салайын. Сосын оны бірнеше рет көшірейін. Әрине, бұл мәтін күйінде болған соң ол өте аз орын алады. Бірақ сіздерге мысал ретінде көрсетіп тұрмын. Осылайша ол бірнеше рет кете беруі мүмкін деп. Солайша компьютердің немесе сервердің жедел жадына байланысты сонша ақпаратты сақтай аламыз. Жалпы айнымалыларға не үшін атау керек? Айнымалылардың атауларының өте түсінікті болуы маңызды. Өйткені мына жерге мен апарып b деп жазып қоятын болсам, онда ол түсініксіз болып кетеді. B деп отқанымыз не ол өзі деп. Сондықтан да оларға толық атау берулеріңіз керек. Мысалы box деп. Байқасаңыздар, мен оны ағылшынша атадым. Айнымалыларды ағылшынша атау өте дұрыс. Программистерде жалпы сондай қалыптасқан. Енді осы жерден сұрақ туындайды, айнымалыларды қалай атауға болады деп. Айнымалыларды ағылшынша атау керек. Бірінші ережесі ол. Оны кириллицамен де атай беруге болады. Мысалы, переменный деп жазатын болсам, бұл да ешқандай да қате жасамайды, бұл да жұмыс жасай береді. Бірақ та осылай жазыңыздар деп мен ұсынбаймын. Неге? Өйткені разработчиктер бұлай жазғанды жек көреді. Сондықтан да оны ағылшынша сөздермен атаңыздар. Жалпы транскриптермен де жазуға болады. Мысалы, сіздер сәлем деп жазып қоятын болсаңыздар, ол да дұрыс емес болады. Оны да ағылшынша жазу керек, мысалы hello деп. Неғұрлым айнымалы ішіндегі мәніне байланысты не зат екенін көрсету керек. Мысалға біз жеміс-жидектердің тізімін сақтайтын болсақ, онда fruits деп жазу керек. Осылайша біз ішінде жеміс-жидектер бар екенін түсіндіріп кетеміз. Жалпы ағылшынша білмей жатсаңыздар да орысша немесе қазақша жазуға болмайды. Неғұрлым ағылшын сөздермен жазыңыздар. Ол үшін сіздер переводчиктің көмегін қолдануыңызға болады. Мен көбіне қолданатын переводчик ол Google Translate. Мысалы, мен тізімді аударғым келеді. List. Осы жерде мысалы list деп жазамыз. Жалпы сіздерге бұлардың барлығы көріну үшін үлкейтіп қояйын. Жалпы айнымалыларды JavaScript-те қалай атауға рұқсат берілген? Оларды әріптеме атауға болады кез келген ABC. Болмаса оларда санды қолдануға ат, мысалы ABC 123. Доллар таңбасын қолдануға ат, доллар ABC. Төменгі белгілеу де қолдануға ат, var, төменгі белгілеу, ABC, төменгі белгілеу. Ал нелерді қолдануға болмайды, нелер қате болып саналады. Егер де біз оның алдында сан салатын болсақ, атаудың 123 ABC деп отсамыз, ол қате. Пробел қолданып атауда ол да қате болып саналады, ABC, пробел ABC. Немесе тере қолданған, ол да қате болып саналады. Жалпы айнымалыларда регистрді сақтау өте маңызды. Мысалға мен қазір name деп осылай жазатын болсам, төменге қарай тағы да мен үлкен әріппен name деп жазатын болсам, бұл екі түрлі айнымалы болып саналады. Бұл бірі-біріне тең емес. Егер де бірнеше сөздер қолданатын болса, онда сіздер camel case қолдануыңызға болады. My father name. Менің әкемнің аты. Үш сөзден тұр.
my, фаза, name деген. Байқасаңыздар, camel case'де деген бірінші әріптері үлкен әріптермен жазылады. Алғашқы әріпі кішкентай әріппен, одан кейін үлкен әріп, одан кейін тағы үлкен әріппен жазамын міне. Бұны camel case деп атайды. Camel деп отқанымыз түйе, түйенің өркеші сияқты ол жоғары төмен ойлы қырлы болып келеді. Екінші айнымалы атаулардың түрлері ол snake case деп айтады. Бұл жерде my төменге белгілеу, фаза төменге белгілеу, name. Бұны snake case деп айтады. Не үшін snake case дейді? Өйткені ол жылан сияқты міне. Жоғары төмен осай жылжып баратқан секілді болады жыландай. JavaScript ұйымында жалпы camel case'ді көп қолданады, сондықтан да сіздер camel case қолданыңыздар. Енді мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Сіздер байқасаңыздар, мен бірінші var деп жаздым, одан кейін айнымалының атауын қойдым, сосын тең болады ішіне апарып мен өте көп ақпарат деген мәтінді апарып салдым. Ең соңында міне нүкте үтір қойдым. Былайша айтқанда белгілі бір операция жасап мен нүкте үтір қойған секілді боламын. Ал осы тең боладыны оны оператор деп атайды. Мен мына бокстың ішіне апарып теңестіріп ішіне салып жатырмын. Бокс деп отқанымыз ол айнымалының атауы болып саналады. Ал var деп отқанымыз ол айнымалыны жариялау болып саналады. Жалпы var JavaScript тілінің шыққаннан бастап жариялау болып саналып келеді. Қазір ECMAScript 6-дан бастап 2015 жылы шыққан ECMAScript 2015 стандарты бойынша let деген пайда болды. Одан кейін const деген пайда болды, константы. Мысалға мен let-пен жариялайтын болсам, онда ол let box нүкте үтір болып салынуы керек. Ал константпен жариялайтын болсам, const box нүкте үтір болып жариялану керек. Қазір қысқаша түсіндіріп кетемін, айырмашылықтар неде екенін. Келесі сабақтарда ашық түсіндіріп кетемін. Var деп отқанымыз ол глобалдық жариялау болып саналады. Box деп отқанымыз осының ішінің барлығына да ол қолжетімді болады. Орысша доступны деп айтады. Ал let деп жарияласақ, егерде box айнымалымыз, онда ол блоктың ішінде қолжетімді болады. Мысалы, блок деп отқанымыз не ол? JavaScriptте кез келген бір функцияны блок деп санауға болады. Мысалға, function foo деп жазайық. Міне let-ті ішіне апарып салып тастасам, онда осы let боксымыз сыртқа ешқандай да қолжетімді болмайды. Ол тек қана осы функцияның ішінде ғана қолжетімді болады. Сыртында тұрып біз оны ешқалай да ала алмаймыз. Жалпы блок деп тек қана функцияны атамайды, тағы да if деген сияқты нәрсе бар мысалға. Бұл да блок болып саналады. Жалпы бұлардың барлығын келесі сабақта толығырақ түсіндіріп кетемін. Қазір тек жалпылама түсініп алыңыздар. Ал констант деп отқанымыз не ол? Констант деп отқанымыз белгілі бір айнымалыны біз бастап жасаймыз мысалға. Мысалы, бокстың орнына location деп жазайық, орналасқан жері. Ішіне апарып мысалы Алматы деп жазайын. Міне, осы тұрғанда мен Алматыны locationның ішіне апарып сақтадым. Констант деп отқанымыз ол тұрақты мән беру. Мысалы, біз Алматы деп отқанымыз ол тұрақты мән болып кетеді locationның ішінде. Енді біз location айнымалыны ешқандай да өзгерте алмаймыз. Өйткені біз тұрақты мән бердік константпен. Енді бұл айнымалы тек Алматы болып қана қалады. Программалау барысында біз астында өзгертетін болсақ, мысалы location тең болады Астана деп жазып қоятын болсақ, онда ол қате жасайды. Өйткені біз оны өзгерте алмаймыз, ол Алматы күйінде алып қояды. Жалпы бағдарламау барысында ол өзгертіп тұратын мән болатын болса, онда оған константты беруші болмаңыздар. Var немесе let беріңіздер. Жалпы ECMAScript сол 2015-тен бастап let қолданғаныңыздарды жөн санаймын. Реті келгенше let-ті қолданыңыздар. Жалпы айнымалылар түсініктірек болу үшін мен қазір сіздерге көрсетейін. Олардың барлығын алып тастайын. Мысалға біз алма дейік, apple. Apple бізде 15 шақты болсын. Ал банандар саны 5 болсын. Енді осы екеуін қосуымыз керек. Жалпы нәтижесін шығару үшін біз манаға разработчик көмекші құралын пайдаланамыз. Міне, мына жерде консоль деген тұр. Соның төменгі жағына нәтижесін шығарамыз. Жалпы осы жерге шығару үшін арнайы функция бар. Консоль нүкте log. Ал осы логтың ішіне біз кез келген мәнді беруімізге болады. Мысалға мен қазір осы жерге сәлем деп жазатын болсам, онда біздің консолімізға шығады. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне астыда көріп тұрсыздар, сәлем деген пайда болды. Бізге керегі ол емес, бізге Apple мен бананның қосындысы керек. Ол үшін сәлемді өшіріп тастайын. Apple қосылған банана дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне 20 деген сан пайда болды. Жалпы консоль разработчикке таптырмайтын зат. Сіздер мысалға мана айнымалыларды осы жерге жаза берсеңіздер де болады. Осы жерден тексеріп алсаңыздар да болады. Осы тұрғанда мен мысалы 50 алынған 30 десем, маған ол мәнін береді 20.
45 алу 15 десек 30 міне мән беріп тұр. Осы жерге де сендер айнымалыларды жазып, осы жерден тек тексеріп алсаңыздар да болады. Бірақ біздер разработчикпіз ғой, біздің жасаған жұмыстарымыз сақталу керек. Сондықтан да біз редакторға жазамыз. Енді осы банан мен Apple-дың қосындысын бір мәнге берейік айнымалыға. var result деп жазайық. Apple қосылған бананы. Ал console logтың ішіне сол result'тың өзін жасайық. Сақтадым. Міне осы жерде біз былай айтып тұрмыз. Apple айнымалысына 15 санын бер деп тұрмыз. Банана айнымалысына 5 санын бер деп тұрмыз. Сосын result айнымалыға Apple мен бананың қосындысын сал деп тұрмыз ішіне. Сонда ол мана Apple'ымызға 15 береді, ал бананымызға 5 береді. 15-ке 5-ті қосып 20 шығарады. Осы result деп отқанымыз бізде қазір 20 болады. Парақшаны жаңартайын. Міне астыда көріп тұрсыздар, 20 пайда болды. Қайттан редакторымызды ашайық. 15 деген санның орнына 13 жазайық. Ал бананы санына 2 жазайық. 13-ке 2-ні қоссаңыздар неше шығатынын өздеріңіз білесіздер. Міне нәтижесі шығып тұр. 15 саны. Дәл солай сияқты жалпыда қосу емес, бөлу, көбейту таңбаларын салуларыңызға да болады. Жұлдызшамен салатын болсақ, ол көбейту белгісі болып саналады. Слэш салатын болсақ, ол бөлу болып саналады. Ал плюс пен минус кәдімгі таңбалармен жазылады. Минус таңбасымен, плюс таңбасымен жазылады. Жалпы математикадағыдай дәл жақшалар бірінші орындалады. Мысалға біз осы жерде Apple мен банананы көбейтіп, сол көбейтілген нәтижеден біз бананы алатын болсақ, мысалға қараңыздар, осы тұрғанда 13-ті 2-ке көбейтеді, 26 болады. 26-тан сосын 2-ні алып тастайды, 24 болады. Тексеріп қарайық. Парақшаны жаңарттым. Міне астыда 24 саны пайда болды. Енді жақша салатын болсам, банадан бананын алып таста деп. Онда 2-ден 2-ні алсақ, ол 0 болады. 0-ді 13-ке көбейтетін болсақ, онда 0 саны шығады. Парақшаны жаңартам. Міне көріп тұрсыздар, 0 пайда болды. Дәл солай сияқты математикада қалай жақша бірінші орындалады, программированиеде де ол бірінші орындалады. Осыменен мен осы сабағымды аяқтадым. Айнымалылар негіздерін түсініп алдыңыздар. Келесі сабақта айнымалылардың түрлерін көрсетемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.